بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Енді әлеуметтік желілер арқылы жиі келетін сұрақтар бар. Сол сұрақтардың кейбірі белгілі тақырыпта жинақталып қалады. Сондай тақырыптардың біресі мынау көз тиюге байланысты айтып кетсеңіз деген сұрақтар бар екен. Көз тиюдің қандай белгілері бар, одан қалай жаңағыдай шариғат бойынша емделуге болады, қалай аюға болады деген осы сұрақтар туындайды екен. Осы жайында енді Аллахтан жәрдем сұрай отырып, білгенімізше айтып өтуге тырысайық. Жалпы көз өту рас нәрсе. Шариғат бойынша да бұл рас нәрсе, ел арасында да бұл айтқанда танымал дүние болып табылады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жеткен хадисте «Истаизу биллах минал айн», көз тиюден Аллахқа сыйыныңдар, пана берсін деп сыйыныңдар. «Файнал айна хаққун», көз тию ол ақиқат нәрсе деп айтып кеткен жер бар еді. Және бір хадисте «Ал-айну хаққун», көз тию ол рас нәрсе деп айтқан болатын. Сол үшін осы көз тиюдің енді оның өзінің бір ішменде адам баласында өзінің бір зиянды әсерлері бар. Бұл да бір адамға зиян беретін дүниелерден. Бір әсері адамды ауыртып қоюы мүмкін. Екінші әсері адам ішімен де кәдімгідей талып қалуы мүмкін. Және де ең жоғарғы кәдімгі қауіпті әсері тіпті көз тиюден адам баласы өліп те кетіп жататын жағдайлары кездеседі екен. Сол үшін ғалымдар айтқан сияқты, ислам ғалымдары көз өту дейді, ол түйені қазанға, адамды қабірге түсіре беретін нәрсе дейді. Бұған енді шынымен де оның қандай белгілері болады? Енді жалпы кейбір ғалымдар тәжірибе тұрғысында кейбір белгілерін айтып кеткен жерлер болған. Көз тиген адамға дейді, бір белгісі адам бір мазасыз күй кешеді. Одан кейін басының ауруы, ұдайы бола бастайды. Одан кейін ұйқысының батқанда жөнді ұйықтау қабілетінен ажырайды деген. Және де бір белгісі тағамға деген тәбеті азайып қалатындығы жайында айтып кеткен белгілері болған. Одан кейін және адам дейді намаз оққан кезде, болмаса Құран оққан кезде, Құран тыңдаған кезде есіней береді деген осындай бір белгілері бар екен. Және де бір көз тигеннің және бір белгісі ол адамның денесі біресе қызады, біресе суиды. Одан кейін адамның бойында бір әлсіздік пайда болып қалады екен. Бұл негізгі бір белгілер болып қалады екен. Бұл көбінесе үлкен адамдарда да болады, кіші балаларға және кездесетін кейбір қосымша белгілер, ол баланың мазасы қашып жылай бастайды екен. Кәдімгі ешбір себепсіз жылай бастайды екен. Екінші бір нәрсесі анасының кеудесіне, яғни емшекке қарамай қоятын бір әдеті болады екен. Бұл енді кішігірім сол көз тиюдің әдеттері. Енді бұл көз тию адам баласына қарасақ, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның кезінде де болған оқиғалар бар, хадистер соны растайтын. Бұл көз тию пайғамбарға да тиюі мүмкін екен. Көз тию жай адамға да тиюі мүмкін. Көз тию ер кісіге де, әйел кісіге де, бала кісіге де тиеді. Тіпті көз тию малға да, дүниеге де. Кейбір ғалымдардың айтуы бойынша, енді біздің қазіргі заманымызда темірді жиі пайдаланамыз ғой, көлік ретінде, басқа ретінде. Көз тию темірге де, яғни көлікке де тие береді деп айтқан жерлері бар екен. Енді ол көз тиюден қорғанудың өзінің жолдары да бар екен. Жоғарыдағы пайғамбарымызға көз тиюге жаңағы мүмкін деген жаңағы сөздерді растайтын, ғалымдардың сөзін растайтын кейбір хадистер бар. Айша анамыздан да келетін еді бір хадисте, имам Ахмад риуаят еткен, пайғамбарымызға дейді, сонда бір көз тиді деген сияқты бір әрекет байқайтын болмаса, мен өзім дем салып беруші едім, қолымды ол кісінің кеудесіне қойып дем салушы едім деген риуаяттар бар екен. Және бір риуаятта келеді, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, ол Муслимде риуаят етілген хадисте, бір күні мазасы кетеді, Жәбірейіл періште келіп пайғамбарға айтқан, «Иштакайта я Мұхаммад», ей Мұхаммед, бір мазан кетіп жатыр ма дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Қала наам, иә, мазам кетіп жатыр» деп айтқан екен дейді. Сонда жаңағы Жәбірейіл періште ол кісіге келіп дем салған екен, мына бір сөздермен: «Бисмиллахи урқик мин кулли шайин юзик», Алланың есімін атай отырып саған дем саламын, әрбір саған зиян берген нәрседен сені сақтасын деп, мин шарри кулли нафсин, әрбір жаман адамның жамандығынан, ау айнин хасидин, болмаса көре алмастың батқанда тиген көзінен сені сақтасын деп саған дем салам дейді екен. Аллаху яшфик бисмиллахи урқик, батқанда Аллах саған шипа берсін, Алланың есімінен саған дем салам деп келіп осы нелермен сөздермен дем салған екен. Сол үшін енді көз тиген адамның өз емдеу жолдары бар, Құран аяттарымен, пайғамбарымыздың хадисінде келген осындай бір дұғалармен,
Одан кейін жаңағы кімде кім осы дұғаларды арабшасын айтуға шамасы келмесе, ол адамға өзінің тілінде де айтуға рұқсат етіледі. Кәдімгідей Алла, мына бір айтыр, мына тиген көздің зиянынан сақтай көрші, шипаңды бере көрші, сен өзің шипаң берушісің деп Аллахтан сұрап, олайда егер жаңағындай Құранға, сүннетте келген дұғаларға шамасы жетпесе, олай да істеуіне болады екен. Және де бұл көз тию біз адамға да тиеді дедік, жаңа пайғамбарымызға көз тиюге байланысты бұл енді хадистерді дәлел ретінде келтірген болатын болсақ, адамдарға да тиюі мүмкін. Егер кісілерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде бір екі сахаба болады, біреуісінің аты Сахил деген сахаба, біреуісінің аты Амир деген сахаба. Бұлар енді бір жолдан келгеннен кейін Сахил атты сахаба жуынып шайынып алайын деп бір жерге барады. Сол кісі өте көрікті кісі болатын, сондай ақшыл кісі еді, терісі де, денесі де. Оны Амир байқайды да, оның де жаңағы терісіне таң қалып, "О, қандай әппақсың" деген сөздерді айтады. Көп ұзамастан Сахил есінен танып құлап түседі. Қасындағы серіктері не болғанын түсінбей, Сахилге құлап қалғаннан кейін пайғамбарымызға ол кісіні көтеріп алып келеді. Пайғамбарымыз айтады, "Бұған не болды деп ойлайсыңдар" дейді. Сонда олар айтады, осы Амир айтып еді, "О, қандай әппақ сенің, мынандай көрікті денені көрмеппін" деп айтқан еді дейді. Сонда пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, жаңағы Амирге соның көз еткенін байқап, "Сендер өз бауырларыңа бұлай зиян жасамасаңдаршы, егер сендер бауырларыңнан сендерді таң қалдырған бір нәрсені көрген болсаңдар, оған Аллахтан берекет тілеңдер." Хәллә барракта фихи дейді, яғни Аллахтың берекетін тілемедің бе оған деп айтады екен. Бұл хадистен алынатын бір ұғым, егер яғни көз өту өзі түрлі жағдаймен болады. Бірінші, көре алмайтын адамның көз өтуі мүмкін, екінші, көре алмайтын емес, жай мұсылманға да көз өтуі мүмкін. Неге? Қатты таңғалғандығынан, жамандығынан емес, қатты таңғалғандығынан. Сол үшін бір адам біреуге көзім өтіп кетеді-ау десе, біреудің бір әдемі баласын көрсе, біреудің бір жақсы үйін көрсе, болмаса басқа бір жақсы күйін көрген болатын болса, ол кезде ол мынандай сөздер айтса, ол оған зиян бермейді екен. Өйткені мұсылманға зиян беруге рұқсат етілмейді. Ол Аллахума барик фихи, Алла бұған берекетіңді бер десе, көз өтпейді екен. Сол үшін қайсы бір адам біреуге көзім өтіп кетеді-ау деп қорықса, онда осы сөздерді айту керек екен. Бірақ енді бұл хадистің жалғасында не болады? Пайғамбарымыз оған жаңағы Амирге бұйырады дәрет алуын. Ол кісі кәдімгі дәрет алып, қолдарын шынтаққа дейін жуып, тізелерін жуып, сөйтіп сол суды алып келеді. Сол суды алып келгеннен кейін жаңағы есінен танған Сахилге осы суды бүркеді. Бүрккеннен кейін ол кісі есін жияды. Және де басқа хадистерге сүйене отырып, ғалымдар айтады, яғни біз бұл жаңа көз тиюдің себептерін айтып жатырмыз. Енді емделуге де тоқталып өтеміз. Бұл көз тию пайғамбарға тиюі мүмкін екен. Егер пайғамбарға тиетін болатын болса, жай адамға да тиюі мүмкін. Ол адам ер кісіге де тиеді екен, және көз тию әйел кісілерге де тие береді. Бұл айтқан кезде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи кезінде және бір хадистерде риуаят етіледі. Пайғамбарымыздың әйелі Умму Саламаның үйінде бір қыз бала бар еді. Пайғамбарымыз оның бетіне қарайды да айтады, "Мынаның беті сарғайып қапты. Бетінен әрі қайтып қапты. Мынаған көз тиген екен, бұған дем салыңдар" деп бұйырады. Бұл да жаңа көз тиюдің бір белгісі, адамның бетінің әрі кете бастайды екен, бір сарғайған күйге түсе бастайды екен. Ол да бетінен білініп тұрады екен. Одан кейін көз тию кішкентай балаларға да. Бұл енді жиі тиетін нәрсе, өйткені кішкентай бала өзі сондай бір таза болғаннан кейін, қылығы, түрі, басы әдемі болғаннан кейін, оған да көз өтіп кету қаупі жиі кездесіп тұрады екен. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің немерелері, яғни қызы Фатимадан тараған жаңағы Хасан мен Хусейн деген сол екі немересі болған. Сол екі немересінің өзіне де ол кісі де дем салып, жаңағы Аллахтан осы көзден сақтасын деп дем салып отырушы еді. Және сөзінде айтатын, аталарың Ибрахим өзінің баласы Исмаил мен Исхаққа да осы сөздермен дем салатын деп айтады екен ол кісі. Енді ол сөздері пайғамбарымыздың аузу би калиматиллахи таммати, Аллахтың кәміл болған сөздерімен айтқанда сыйына отырып дейді, мен күллі шайтанин ва хамматин, әрбір жын шайтаннан сендерді сақтасын, әрбір улы жәндіктерін сендерді сақтасын, о мен күллі айнин ламматин, және әрбір зиян беруші көзден сақтасын деп немерелерін осы дұғаларда оқитын болған екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін кішкентай балаға да көз өтуі жиі кездесетін нәрсе, осы бір дұғаларды айтса болады екен. Және сонымен қатар енді көз тигеннің енді бірнеше емделуіне қарап өтейік. Бұл хадистерден түсінгеніміз көз өту тиеді екен, және дүниеге де тиеді деп айтып кеттік. Өйткені Құранда бір аят бар: "Валаула дахалта джаннатака култа ма ша Аллаху ла қувата илля билля", сен өзіңнің бақшаңа кірген кезде
айтпадың ба, Аллахтың қалағаны болды, бізде ешқандай күш қуат жоқ деген сөз айтпадың ба деген аят бар екен. Сол аятты тәпсірлеуде Ибн Касир болмаса Бағауи атты үлкен ғалымдарымыз, тәпсір ғалымдар айтады, кімде-кімнің өзінің бір мысалға Құдай берген дүниесі болатын болса, үйі болса, көлігі болса, бақшасы болса, бала-шағасы болатын болса, айтқанда оған кірген кезде өзінің де көз өтпеу үшін осы бір Аллахты еске алып қойған жақсы еткенді. Жаңағы маша Аллах деген сөздерді болмаса, ла хаула ва ла қуата илля биллах деген сөз болмаса, Аллама барик фихи деген сияқты, Алла берекетін берсін деген сөздерді Аллахты еске зікір етсе көз тиюден сақтанады екен. Енді бұның емдеу жолдары, Құран аяттарымен емделу бар. Құранда келетін көз тиюден ең жақсы бір ем болатын аяттар ол Фалақ пен Нас сүрелері. Сол үшін мұсылман өмірінде бұл сүрелерді жиі оқиды. Кейбір ғалымдар айтқан, қазақша айтсақ, ауырып дәрі іздегенше ауырмаудың жолын ізде деген сияқты көп ғалымдар айтады. Жалпы көз тиюге ұшырайтындар ертеңгі кешкі дұғаларын оқып жүрмейтін адамдар деп айтқан екен дейді. Сол үшін кәдімгі пайғамбарымыз сүннетінде ертеңгі кешкі дұғаларда, намазың соңындағы дұғаларға мұқият болатын болса, ол адамға көз өте қоймайды екен. Сол үшін осы дұғаларға ықтият болу керек екен. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жаңағы Фалақ, Нас сүрелерін өмірінде жиі оқитын кісі болған. Одан кейін жаңағы көз тиген емделудің және бір жолы, егер бұл кімнің көзі өткені белгісі болатын болса, онда Құран аяты және демдермен салу қажет болады екен. Егер пәленшенің көзі өткен нақты белгі болатын болса, онда сол адамға айтқан кезде дәрет алдырып, оның дәрет алған суыменен көз өткен адам жуынып шайнады екен. Бұл да кәдімгі тәжірибеде қалыптасқан сүннетте келген емнің біреусі, оның тез айығуына көмектесіп жібереді екен. Және де біз жоғарыда айтқан хадистер, жаңағы Аллахтың кәміл сөздеріне сыйына отырып, жаңағы сендерді әрбір жаңағы жыннан, шайтаннан сақтасын, сендерді әрбір улы жәндіктен сақтасын, сендерді жаман көзден сақтасын деген дұғаларды да айтып отыруға болады екен. Сол үшін бұдан біз енді түсінгеніміз, көз өту рас нәрсе, көз өтіп кетуден сақтану үшін адам баласына кейбір ықтияттықтар істеп қою керек екен. Біріншісі Аллахты көп зікір ету. Сосын пайғамбарымыздың Құран сүннетте келген дұғаларын, әлбетте Аллах жеңілдеткен адамға бұл дұғалар қатты қиын емес. Ертеңгі кешкі дұғалар, азанда кімде-кім бисмиллахиллади ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил арди ва ла фис самаи ва хуас самиул алим деген дұғаны айтқан болатын болса, ертеңгісін, яғни сондай Аллахтың есімдерін айтамын. Ол Аллахтың есімін атаған кезде аспанда да жерде де ешбір нәрсе зиян бермейді деген сөздерді, Аллах естуші, бәрін білуші деген сөздерді айтатын болатын болса, онда ол адамға кешке дейін еш нәрсе зиян бермейді дейді. Ал кешке айтса, таңға дейін зиян бермейді деген екен. Міне осы бір сөздерді әлбетте біліп атса, нұрдың үстіне нұр арабшасын айтып, біле алмаса, өзінің білетін тілінде айтып қайталап тұруларына болады екен. Өйткені бұл көз өту шынымен де рас нәрсе, ал енді Аллахтың қалауыменен оның да емі бар екен. Енді бұл көз өтудің, жаңағы біз айтып кеттік, жалпы шариғатта емделудің екі жолы бар. Биддауа, биддуа дейді. Дәрі-дәрмекпен емделу, онда шариғат мақұл көрген, қолдаған емдердің біреусі. Екіншісі, кәдімгі Аллахтың жаңағы дұға қылып, Аллахқа жалбарынып, Құран, сүннет арқылы, Аллахтың сұрай отыру арқылы емделу. Оны қазақша біз дем салу деп қояды екенбіз, араб тілінде руқия деп қояды екен. Дем салу арқылы емделу. Екеуі де шариғатта бар дүниелер екен. Ал мына көз ету көбінесе медициналық жолмен емделмейді. Сол үшін көбінесе кейбір ғалымдар айтады, кімде-кім бір ауырса, сол ауруын ана дәрігерге барып, мына дәрігерге барып, ешқандай емін таппай олар қиналса, бірақ ауру кетпеген болатын болса, онда бұл оған көз өткеннің белгісі болуы мүмкін деген жаңағы пікірлерде бар екен. Өйткені көз өтудің емі бұл медициналық дәрі-дәрмекпен емес, көз өтудің жолы бұл Аллахтан сұрау арқылы болып отырады екен. Аллах Тағала әйтеуір берген дүниесіне, берген жақсылықтардың баршасына бізге берекетін берсін, тілден, көзден сақтасын. Алла мұсылмандарды панасына алсын. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.